Бір күні бір кісі перзентті болыпты. Ұл бала екен, Абдуллах деп есім қойыпты. Екінші рет тағы да ұлды болып, оған да Абдуллах деп есім қойыпты. Үшінші ұлына да мына екі ұлдан кем болмасын деп Абдуллах деп қойыпты. Үш ұлының да есімін Абдуллах. Әкесі мен анасы үш ұлын да өте тәрбиелі, ақылды етіп өсіреді. Оларды адамдар көргенде мінездері мен әдебіне таң қалып, тамсанып тұрып қалады екен. Уақыт өтіп, ай мен жылдар өтіп, әкесінің өмірден өтетін күні жақындайды. Өлім аузында жатып, әзер сөйлеп, Абдуллах мұраға ие болады. Абдуллах мұра алмайды. Абдуллах мұраға ие болады дейді де, жаны үзіліп, өмірден өтеді. Ұлдары әкесінің жерлеу рәсімдерін өткізіп болған соң, әкесінің екі ұлы мұраға ие болатынын, ал бір ұлы мұра алмайтынын айтып түсіне алмайды. Неге бұлай деп аң-таң болып отырады. Сонда қайсымыз мұра алмаймыз деп бір-біріне сұрақ қояды. Жауабын таппаған соң, ең ақылды, көпті көрген ұстазға, ілімі жоғары адамға барып бұл сырдың шешімін шешеміз деп, үш ағалы інілі, ең әділ деп санаған Мәдинадағы адамға барамыз деп жолға шықты. Жолда ағалы інілі кетіп бара жатып бір жолаушы адамға көздері түседі. Оның анда-мұнда қарайлап бір нәрсені іздеп жүргені әрекеттерінен сезіледі. Әлгі жолаушы бұлардың алдына келіп, «Әй жолаушылар, менің түйемді көрмедіңдер ме?» дейді. Сонда ағалы інілі, «Жоқ, біз ешқандай түйе көрмедік» дегенде, ең үлкені Абдуллах, айтпақшы, «Сенің түйеңнің бір көзі көрмейтін бе еді?» дейді. Сонда әлгі жолаушы, «Жоқ, түйемнің бір көзі көреді» дейді. Ондай болса, мен түйеңді көргенім жоқ» дейді. Сонда екінші Абдуллах, «Сенің түйеңнің аяғы шолақ емес пе еді?» дейді. «Иә, расында шолақ болатын, оны қайдан білдің?» дейді. Онда мен түйеңді көрген жоқпын» дейді. Үшінші Абдуллах жаңағы мүсәпірге қарап, «Сіздің түйеңіздің құйрығы жоқ па еді?» «Расында да құйрығы жоқ» дейді. «Ондай болса, мен де түйеңді көргенім жоқ» дейді. Мүсәпір таңданып, «Мына ағалы інілі түйені көрмеген болса, ұрламаған болса, менің түйемдегі барлық белгілерді қайдан біледі деп, сендер менің түйемді ұрлағансыңдар. Енді қазір әділетті шешуші сотқа барамыз. Сол жерде ұрлықтарың үшін жауап бересіңдер» дейді. Ағалы інілі күлімсіреп, «Біздер сен айтпасаң да сол соттың алдына бара жатырмыз. Бір мәселе қызық болып тұр. Соның шешімін шешкелі бара жатырмыз. Қаласаң бізбен бірге жүр». Төртеуі жол жүріп әлгі соттың алдына келеді. Мүсәпір, «Мына ағалы інілі менің түйемді ұрлады» деп шағымдана бастайды. Әділ шешім шығарушы сот, «Сендер расында бұл мүсәпірдің түйесін ұрладыңдар ма?» дейді. Ағалы інілі, «Жоқ, ұрламадық» деп жауап береді. Мүсәпірге қарап, «Сен қандай дәлеліңмен бұларды кінәлі деп отырсың?» дейді. «Жарайды, бұлар менің түйемді ұрламаған болса, көрмеген болса, біріншісі түйенің көр екенін, екіншісі шолақ екенін, үшіншісі құйрығы жоқ екенін айтты. Ал бұған не дейсіз?» Соттың күмәні күшейіп, бірінші Абдуллахты шақырды. «Сен көрген жоқсың ба?» «Жоқ, көрмедім». «Сен ендеше оның көр екенін қайдан білдің?» дегенде, Абдуллах сондай көрегендікпен жауап береді. «Мен екі қадам басып аяғымның астына қарадым. Сонда оң жақтағы шөптер желінген, сол жақтағы шөптер желінбеген. Бір қатарда бірдей оң жақтағы шөптер желінген, сол жақтағы шөптер желінбеген. Міне осыдан оның түйесінің көзі көр екенін байқадым» дейді. «Болды, сенің дәлелің өтті. Сен ұры емессің» деп шығарып жібереді. Екіншісін шақырады. «Сонда сен түйені ұрладың ба?» «Жоқ, ұрламадың ба?» «Онда сен оның шолақ екенін қайдан білдің?» дейді. Сонда ол көрегендікпен, «Мен де ағам сияқты бара жатқанда аяғымның астына қарадым да түйенің іздерін көрдім. Іздеріне қарасам, бір ізі шұқыр басылған, ал бір ізі бір қалыпты тегіс басылған. Сондықтан мен түйенің шолақ екенін байқадым» дейді. «Парасатты жауабыңа рахмет» деп бұны да шығарып жібереді. Үшінші Абдуллахты шақырып, «Сен қалай дәлелдеп бересің құйрығы жоқ екенін?» дейді. Сонда Абдуллах, «Мен түйенің бүкіл сипатын, іс-әрекетін білемін» дейді. «Егер түйенің құйрығы болса, тезегі осылай болар еді. Ал құйрығы жоқ болса, түйенің тезегі осылай болады» деп дәлелдеп береді. Әділетті сот аң-таң болып не дерін білмей қалады.
Мұндай жауапты күтпеген ол бұлардың ұры емес екеніне көзі жетеді де әлгі мүсәпірді қуып шығады. Сенің түйең өзі жоғалған, бар өзің тап, деп жөніне жібереді. 3 ағалы інілі өздерінің мәселесі бойынша сотқа кіреді. Үшеуі сұрақ қояды. Әкем өлер алдында бізге осы сөзді айтты: Абдуллах мұра алады, Абдуллах мұра алмайды, Абдуллах мұра алады деп. Мұның шешімін біз еш түсінбедік. Бұл не дегені дейді. Әділетші сот бұған да таң қалып, жарайды, мына жерде мейманхана бар, сол жерде дем алып алыңдар, жауабын ертең айтамын дейді. Жарайды деп үшеуі бір үйге кіреді. Үшеуі де ақыл-парасатты, өте зерек ақыл иелері еді. Сонда үлкен Абдуллах: әділетті сот, біздің артымыздан күзетші қойды. Әрбір істеріңе абай болыңдар, әр іске мұқият қараңдар дейді. Біраз уақыт өткеннен кейін бұларға бір табақ пісірілген ет әкеледі. Мұны көрген ағасы: бұл етті жемеңдер, бұл иттің еті дейді. Бұл біз үшін харам дейді. Қасында наны бар еді. Екінші Абдуллах бұл нанды аяғы ауыр әйел пісірген, оның туу уақыты жақындаған, сондықтан бұл нанды да жемеңдер дейді. Не үшін екенін кейінірек айтамыз. Үшінші кенжетай Абдуллах: демек бұл әділетті сот адам зинамен туылған арамы бала екен деді. Сонда әлгі асты әкелген адам әділетті соттың алдына барып: олар сіздің берген асты жемеді. Біріншісі ол иттің еті деді. Екіншісі нанды 9 айлық ішінде баласы бар әйел пісірген деді. Ал үшіншісі сізді зинахордан туылған деді. Әділетші адам іші жанып, не істерін білмей ашуланып, әлгі ағалы ініліге келеді. Сіздер не үшін бұл тамақты жемедіңіздер? Қандай дәлелмен бұл сөздерді айтып отырсыздар дейді. Сонда үлкен Абдуллах айтады: ей әділетті мырза, етті алып келгенде қарадым, бірінші бір бөлігінде сүйек бар еді, кейінгісінде ет, ал үшіншісінде май бар еді дейді. Бұл халал етілмеген айуанның еті еді. Егер халал етілген айуанның еті болса, олардың құрылысы терісінен болады. Бірінші сүйек, екінші ет, кейінгі май қапталады. Расында қой етін бәріміз көргенбіз. Жыртқыш айуандарда бірінші сүйек, кейін ет, ішкі қабаты май болады екен деді. Әділетті мырза аспазды шақыртып: кешегі дайындаған етің ненің еті еді дейді. Ей әділетті сот, бұл қойдікі еді деді. Жоқ, расыңды айт, болмаса жазалайтын боламын деді. Аспаз қорыққаннан: қойды шопаннан алып қалуға үлгермедім. Сіздің әміріңізді орындау үшін не істерімді білмей, бір ит тұрған екен, соны пісіріп бере салдым дейді. Әділетті сот бұл жауапты естіп, ағалы інілінің көрегендігіне таңданып тұрып қалады. Аң-таң болды. Екінші Абдуллахтан сұрады: сен мына нанды аяғы ауыр әйел пісіргенін қайдан білдің дейді. Сонда: біз бәріміз тандыр қандай болатынын білеміз. Нан жабу барысында аяғы ауыр әйелдің қарны тандырға тиіп, ойдағыдай нанды жаба алмайды. Нанды алып, асты-үсті піскенін көре алмайды. Айналасын қарап, бұлай-бұлай бұрып қоя алмайды. Өйткені оның қарны бұған кедергі келтіреді деді. Әділетті сот нанды жапқан әйелдің үйіне адам жібереді. Расында әлгі әйел босануға әзірленіп жатыр деді. Және әділетті сот аң-таң болып қалады. Үшінші Абдуллахқа: сен менің кім екенімді қайдан білдің? Мені осындай зинадан туылған арамы бала деп айтыпсың деді. Сонда Абдуллах: ешқандай иманы берік мүмін адамның артынан күзетші қоймайды деді. Мұсылман адамға сенеді, ал сіздің сенімсіздігіңіз бұл зинақорлықтан келетін бір белгі деді. Не істерін білмей ашуға мініп, анасының алдына әділетті мырза келіп сұрайды. Расында да зинамен туылған бала екенін айтады. Оған да сенбей ағайын туыстарынан сұрайды. Олар да сол жауапты айтады. Зина арқылы дүниеге келген бала екенін біледі. Ағалы інілінің алдына келеді. Келгеннен кейін мұра 2 ұлға тиісті еді. Енді бұл нәрсенің жауабын айтайын деді. Мұра бірінші және екінші Абдуллахқа тиесілі деді. Үшінші Абдуллах неге деп сұрайды. Сонда әділетті қазы: зинадан туылған баланы зинадан туылған бала ғана көре алады, біле алады деді. Демек сен де зинадан туылған баласың деп сырды ашты. Мұны түсінбеген ағалы інілі жолға шығып,
асығыс-үсігіс анасының алдына келеді. Анашым, үшінші Абдуллахтың туылу уақиғасымен бөлісіңіз дейді. Анасы, мен білмеймін. Әкең ғибадатқа кеткен кезде қайтып келе жатып жолда жатқан нәрестені тауып алып үйге әкелген болатын деп жауап береді. Әкесінің айтқан сырлы сөзі осылай шешімін тауыпты. Құрметті оқырмандар, әңгіме ұнаған болса арнама жазылып лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.